YouTube каналына қош келдіңіздер достар. Бүгін бізде сериал болады. Бұл сериалдың аты «Жақсы көрмейтін қызы» деп аталады. Бұл сериал барлығында бар деп ойлаймын. Көп адамдарда, яғни көп токабука түсіретін адамдарда бар, қыздарда. Сондықтан мен де бұл сериалды түсіремін деп шештім. Сіздер маған подписаться етіп, лайк басып, колокольчик басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Так. Тұрдым-ау есеу. Туым надан тұрмаған бәлі. Тез киімімді ауыстырып алайыншы. Жоқ, бұл киімді кимен болсын істеймін. Бағам бұл да. Бұл бұрынғы қатынның қызын әкеліп қойды ғой. Әйелінің. Тұршы шей. Ой, кешірім сұрайым. Бұның атын таныстырып кетейін. Бұның аты Аида, бұл анасы. Яғни ол мына қыздың аты Дана, бұл Дана деген қыз. Яғни мұнаның әкесі Дананың, яғни бұрынғы әйелінен туған Дана дейді. Бұрынғы әйелінен туған қызы десек болады. Солай, сондықтан мамасы оны жек көреді Дананың. Ал мына қыз болса, бұл, яғни мұнаның қызы, бұның аты Аяла. Бұның аты не деп қойсақ болады? Ерхан деп қойсақ. Дұршиш Ерхан. Тал түс болды ғой. Я тұрдым. Не болды соншама ашуланып? Қойша, күнде ашуланбаймын. Ой, білем, күнде ашуланып. Дана дейм. Дананы өйтіп ұрсып не істемесеңші болды. Ұйықтап жатыр. Қойшы, өзім білем. Аяна. Достар, маған бұл есімі Аян емес, Әсел деген болса, Әсел есім екен. Әсел. Мынау да бір ұрсып болды ғой Данаға. Әсел дейм. Нағыз қашан тұрады, Әсел. Мам, 5 минут жата тұрайыншы. Жоқ, Дана, Әсел, тұрамыз. Қалшыке дейін ұйықтадыңдар, болды қыздар. Әсіресе сен, Дана. Я тұрдым ханым. Яғни, достар, біз мына Дана деген қыз мынаны ханым деп атайды. Тез кейін бол. Әпкең бөлеттуші болмай ұйықтасын. Жақсы. Неге мен тұр дейді, Әсел әпкемше. Ой, бір жарайды енді. Мен осыларды тауып алайын. Бұл емес. Осында мынаны қойып қойын. Әсел әпке тұрғызба деді ғой, жақсы, мен кеттім. Сен, Дана, тамақ жайды істесеңші. Күнде істемейсің, осы әкем бар деп ұқтың ба, істе бол. Мен қойшы жұмысқа кетейінші, ар жақтан да тамақтанарым. Не болып жатыр? Жай ештеңе емес. Бара бер. Ештеңе емес әке. Қызым Дана, ешкім тесіп жүрген жоқ па? Жоқ, тесіп жүрген жоқ. Біреу тессе айт жарай ма? Айтам. Мен бұл киіммен шығып кетіппін ғой. Жақсы, бара беріңіз. Так. Енді осылай аржиып тұра бересің ба? Бол тез. Қазір. Тамақтар тістеді дайындап қой. Дайын тұрсын. Келем дегенше. Осы қыздар жыныма тиіп болды ғой. Анашым, не болды? Соншама ашуландыңыз ғой. Ой, ана Дана сіңіліңше, сол ғой, жыныма тиген. Не болып тоған? Құрқыр, сен де сұрадың ғой сол уақытта. Ой, өзі да тамақ істемейді бір. Қазір оған өзім ақ істеп безем. Тағы алайын. Болды.
Дана. Не істеп отырсың? Тамақ істеп жатырмын, не болды? Бірдеңе қажет пе? Конечно, қажет. Су әкеп берші тез. Ай. Не алыңыз? Жақсы, рахмет. Жаныма тиді ғой бұл дана. Тамағымды істейін. Маған ең бірінші бекон мен жұмыртқаны алайын. Достар, артық дауыстарға мән бермеңіздер. Дана, мен суымды алып кет. Болдым. Міне келін. Кем жоқ, осында қоя берейін. Бізме. Не келдім? Анамды шақырып келейін. Достар, сериал аяқталды. Бұл сериал аяқталған жоқ, яғни бірінші сериясы аяқталды. Екінші сериясын көргілеріңіз келсе, міндетті түрде лайк басыңыздар, 10 лайкқа жетіріңіздер. Сау болыңыздар и келесі видеосын күтіңіздер.